Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз чизкейк Рафаэлло әзірлейміз. Дәмі Рафаэллоның дәл өзіне ұқсайды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен печеньені блендердан өткізіп, үгітеміз. Үстіне ванилин және ерітілген сары май құйып араластырамыз. Кейін пергамент қағазы төселген формаға салып, жан-жағын қалаймыз. Дайын болған соң тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Маскарпонеге жұмыртқа, кокосовая стружка, қант және сливкиді құйып, қол венчигімен жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан формамызды алып, үстіне начинканы салып, бетін тегістейміз. Қызып тұрған пеште 130 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Духовканың астыңғы бөлігіне суы бар ыдысты қоямыз. Дайын болған соң суытып, түңгілікке тоңазытқышқа қоямыз. Енді ақ шоколадты ерітеміз. Мен су буымен еріттім. Микроволновкада да ерітуге болады. Еріген ақ шоколадты чизкейктің үстіне құйып, бетін тегістейміз. Кейін үстіне кокосовая стружка себеміз. Чизкейк Рафаэллоны әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен безімен әсемдедім. Рафаэлло конфеттерімен де әсемдеуге болады. Осымен біздің чизкейкіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.